Сәлем достар, сіздермен бірге мен Тоғжан Қалаев, және бүгінгі видеода сурет челлендж болады. Және де мен алдыңғы видеода айтқан болатынмын, келесі видеода болған жоқ деген видео болады деп. Бірақ сіздер көп жазбапсыздар әлі сұрақтар, және көп сұрақ жиналғанда түсіретін боламын міндетті түрде. Және де бүгінгі видеода сурет челлендж болады. Менде екі ыдыс болады, бір ыдыста мен суретті қандай сурет салатын боламын жазылып тұрады. Ал екінші ыдыста қалай саламын сол суретті және де жазылып тұратын болады. Жан-жақтағы дауыстар болса, шығып жатса кешірім сұраймын. Және де біз видеоға көшеміз. Бірінші мына ыдыстан алайын. Алдым. Бұл мұнда не салады? Мен гүл салатын болатынмын. Енді гүлді немен қалай салатын боламын, немен салатын боламын? Гүлді саусақпен дейді. Бұлай қарасам оңай сияқты. Жарайды, онда кеттік. Не достар, мен барлығын дайындап қойдым. Және де менде мұнда гуаш бар. Су бар, кесішкамен керек емес. Достар, міне саусақпен салынған шедеврға баға беріңіздер. Мына жерлерім бір түрлі қызық болып қалды. Міне осылай салынып отыр. Енді келесі қалай салады екенбіз? Келесі суретті. Көзсіз дейді. Көзсіз нені салады екенбіз? Көзсіз үйді салады екенбіз. Үй әлде ғимарат. Бұл қиын болады. Мен бұны мүмкін фломастермен салатын деген ойдамын, әлде қарындашпен. Және де кеттік орындауға. Достар, мен осы суретті маркермен салатын болдым. Және де мен көзім жабу үшін шарф керек. Қазір міне менің шарфым. Және де қазір көзімді байлайын. Маркерімді ашып қойын. Мен әлі білмеймін қалай саламын. Егер по-любому жаман шығады, сондықтан және де көрейік. Енді маркер іздеу керек. Так, міне менің маркерім. Және мынау қағаз. Мен әйтеуір ойша салайын. Так, бұлай болса, бұлай. Осылай болсын. Және де мына жерде бұлай. Мына жерде мұжасын салайық. Түтінін. Так, мұнда есік салайық. Мұнда телевизия. Сосын, және де ол жерде тұрмылық. Жейді салайық. Жейді қасына ашылып. Міне достар, мен салып болдым. Мен өте қорғам. По-любому менде бұт шығадым. Жайды. 1, 2, 3. Да-да-да-дам. Қараңыздар, бұл не қазір дұрыстап көрсенін? Бұл не? Мұнда есік ұшып кеткен, терезелер ұшып кеткен, шатыр қайда. Мұна немене ағаш ше. Сондықтан міне осылай. Және келесі. Келесі менде не шығады екен? Ауызбен не? Егер түсінбесеңіздер, мысалы мен қарындашпен болсын, кисточкамен болсын, мысалы маркермен болсын салсам, оны аузыма осылай тістеп, және салу керекпін. Және не салады екенбіз?
әрбірінде 2 видео алдым. Жануар! Не! Мен вообще жануар негізі мұнша қатты сала алмаймын. Ондайша кеттік. Достар, мен жануарлардан тасбақа салатын болдым. Мен білмеймін қалай салам, ауызға салып. Жарайды. Бұл сырттан қарағанда күлкілі көрінеді, сондықтан жарайды. Достар, міне менде осындай сурет шықты. Я мен оны біраз қолмен түзеп жібердім, бірақ негізінен ауызбен салған болатынмын. Я қолмен біраз көмектесіп жібердім, себебі бұл өте қиын болды, бірақ сонда да ауызбен салғанға бұл жақсы деген ойдамын. Ондайша кетті. Және де достар, ақырғы қағаздар қалды. Спиннермен, қызық өте. Спиннермен өзімді не? Бұлар бүлдем сәйкес келмейді. Жарайды, мен өзімді салу керекпін спиннермен. Мен өте қызық жазған болатынмын. Және краскамен бұл суретті краскамен салып көрейік. Ондайша кеттік. Міне менің спиннерім. Антистресс. Және де мен қағазға біраз краска жағып алдым да. Енді спиннерға жағам сол краскамен. Жақтым. Енді салайық. Айландырып көрейік. Жоқ, жағып көрейік осылай. Бірінші бетімнің бұл жағылмайды ғой. Дайте айландырып көрейік. Достар, бұл жүн жағылады ғой. Айландып жағу керек екен. Қазыздар. Краска жағып алайық. Және кеттік. Вау, бұл күшті жағылады ғой. Так, тағы да жағайық. Мен білмеппін. Мен мүлдем жағылмайды деп ойлағам. Вау! Так, мен бетімді салдым. Енді шашымды, түрімді салым керек. Бірақ бұл көп уақыт кетіп қалады, сондықтан қазір өздеріңіз көресіздер не шыққанын. Міне достар, менде осылай шықты. Қазір оны кисточкамен бояйтын боламын. Онша әдемі емес қазір. Ондайша қазір көресіздер. Достар, короче, менде быт-шыт шықты. Міне достар, осымен видео аяқталды. Егер видео ұнаса, лайк басамыз, каналға жазыламыз. Және де менің әлеуметтік желілеріме, және де группама видеоның астында ссылка болады. Ондайша мен сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар.